өзін тәрбиелей білмеген, өзгеге өнеге көрсете алмайды. Ғылымда, ақылда сақтайтын мінез деген сауыт болады. Тіл, жүректің айтқанына көнсе, жалған шықпайды. Биыл 2020 жылы қазақ елінде айтулы уақиға өтіп жатыр. Бұл уақиғаның мәнісі туғанына 1150 жыл толған Абу Наср әл-Фараби бабамыздың мерейтойы. Және осы мерейтойға қоса Абай Құнанбайұлы дейміз, Хакім Абайдың 175 жылдық мерейтойы. Біз енді Абайдың тойларын бірінші рет өткізіп отырған жоқпыз. Құдайға шүкір, Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің арқасында Абай өзінің халқынан ажыраған жоқ. Абай жолы деген романнан кейін осы Абайға деген ықылас оянды. Сөйтіп Абайдың біз барлық тойларын өткеріп келе жатырмыз. Менің ойымда қалған, жақсы қалған 1995 жылы тәуелсіздік алғаннан кейін, 1-2 жылдан кейін Абайдың, Хакім Абайдың 150 жылдық той өтті. Тамаша өтті. ЮНЕСКО-дан кісілер келді, елбасы өзі келіп, баяндама жасап. Ол кезде пандемия деген, індет деген жоқ, Құдайға шүкір. Сол бір шалқыма той болды. Сол кезде Абайға жақындау, біздің Абайға жақындауымыз үрдісі өте жақсы жүрді. Абай туралы көп сөздер айтылды, әңгімелер болды, мақалалар шықты, сұхбаттар болды, кинофильмдер қойылды, деректі. Шет елдерге шықты. Сонда осындай бір Абай елі деген кітап шықты. Бұнда француз тіліне Абайдың өлеңдері аударылып. Абайдың қайғысы, Абайдың жұмбағы да, қайғысы да, ойы да өзінің халқы болды. Сонда айтады ғой, қалың елім, қазағым, қайран жұртым. Көріп отырсыздар ма? Қалың елім, қазағым, қайран жұртым. Ұстарасыз аузыңа түсті мұртың. Бұл ұстарасыз аузыңа түсті мұртың деген метафора қанды. Жақсы менен жаманды айырмадың, бірі қан, бірі май боп екі ұрдың. Жақсы мен жаманды айыру қиын боп кетті. Сол жақсы мен жаманды кім айырып отыр? Айырып отырған Хакім Абай өзі айырып отыр. Біз осы Абай арқылы өзіміздің рухымызды анықтауымыз керек, зерттеуіміз керек деген кезде мен 1994 жылы Абайдың дүниетанымындағы Алла мен адам болмысы деп докторлық диссертация қорғадым. Сөйтіп бірінші рет адамды Алласымен бірге зерттедім. Бұл маған дейін болмаған нәрсе. Абай деді, Алланың өзі де рас, сөзі де рас, рас сөз еш уақытта жалған болмас дейді. Көріп отырсыздар ма? Алла рас дейді, оның сөзі рас, рас сөз еш уақытта жалған болмас. Ал енді Алланың өзі рас болса, сөзі рас болса, ол ешқашан жалған болмаса, онда адамның растығы қалай анықталады? Адам да рас қой. Рас болса, ол Алланың сөзін сөйлеуші, Алланы мойындаушы адам, рас адам. Хакім Абай деген ол мен ойлап тапқаным емес. Мағжан Жұмабаев баяғыда алтын Хакім Абайға деп өлең жазған. Мықты данышпандардың бәрі Абайды хакім деген. Сонда хакім деген кім дегенге сұрақ келеді ғой. Хакім деген Абайдың өзі айтады. Әрбір ғалым хакім емес, әрбір хакім ғалым. Яғни хакім деген ғалымнан жоғары тұрады. Ғалым деген нақылен айтса, ғалым деген ғақылен айтады. Яғни ғалым деген өмірдің әңгімелерін айтса, хакім Алла мен әлем мен тұтастықты
әлемдік жарасымдықты, адам мен Алланың бірлігін айтады. Алла мен адам бірлігін айтқан кезде бұл ғақлия сөз, бұл хакімдік сөз, бұл фәлсапалық сөз. Енді осы фәлсапалық сөз дегенді қайдан айтып отырмыз? Мен сөзім басында айттым ғой, біз биыл Абу Наср әл-Фарабидің 1150 жылдығын тойлап жатырмыз деп. Сонда фәлсафа деген сөздің негізін салған Абу Наср әл-Фараби 10-шы ғасырда. 10-шы ғасырда. Сіз қараңыз, 10-шы ғасырда ол кісі айтты, 11-ді айтты, 12-ді айтты, 13-ді айтты, 14-ді айтты, 15-ді айтты, 16-ды айтты. 7 ғасыр фәлсафа деген ойлау жүйесін айтты. Ол кезде Европада еш нәрсе жоқ, қараңғы. Содан Европа 17-18 ғасырда философия деген сөзді ойлап тапты. Байқап отырсыздар ма? Сонда менің түсінігім бойынша фәлсафа деген сөз, ойлау жүйесі, философиядан бұрын болған нәрсе. Енді осы ойлау жүйесі таң қалатын мен биыл осы мерейтойлар болып отырғанда. Осының алдында бір сөзді айта салайын. Әл-Фарабидің 1100 жылдығына мен қатысқам. Ол кезде жаспыз, аспирантпыз. Ақжан Машанов деген кісі осы мұрындық болып, Алматыда өтті. Бірақ мынадай өткен жоқ, жай ол кезде Совет үкіметі. Сонда Абу Наср әл-Фараби туралы айтыла бастады. Сол кезден бастап мен Абу Наср әл-Фарабиға шұқшия бастадым. Соным дұрыс екен. Егер Абу Наср әл-Фарабиға шұқшиып қарамасам, мен Абайдың дүниетанымдағы Алла мен адам болмысы деген докторлық диссертациясын қорғай алмайды екем. Маған негіз болған Абу Наср әл-Фарабидің фәлсафалық ойлау жүйесі. Сонда Абу Наср әл-Фараби айтады ғой, 3 нәрседен айтады. Бірінші Алланы тану керек, екінші адам тану керек, үшінші мынау дүниенің нәрсесін. Сөйтіп ғылымдардың классификациясын жасайды Абу Наср әл-Фараби. Енді 38-ші сөзін оқып отырсаң Абайдың. Абай айтады, дені сау, жақсы адам 3 мәселемен шұғылдану керек. Бірінші Алланы танымақтық, екінші өзін танымақтық, үшінші дүниені танымақтық. Сонда Абу Наср әл-Фарабидің айтқаннан Абайға дейін 9 ғасыр. Сол 9 ғасыр болғанда осы рухани ойлау жүйесі үзілмеген, жіп үзілмеген. Неге үзілем деп келеді? Өйткені 9 ғасырдың ішінде неше түрлі империялар болды, жойылып кетті. Неше түрлі халықтар болды, жойылып кетті. Неше түрлі құндылықтар болды, туды, жойылып кетті. Бірақ түркілік, мұсылмандық негізге бейімделген фәлсафалық ойлау жүйе Абу Наср әл-Фарабиден, яғни 10-шы ғасырдан 19-шы ғасырға шейін Абайға жетті. Оны жеткізген ортада адамдар болды. Абу Наср әл-Фарабидің Ибн Сина болды, Ибн Руш болды, Ибн Халдун болды, Жүсіп Баласоғын болды, Қожа Ахмет Яссауи болды. Сөйтіп келе береді. Бұл біздің білетіндеріміз, білмейтіндеріміз қаншама. Сөйтіп бұл Абайға жетті. Сонда сіз қараңызшы, мына 2 мерейтойдың өтіп отырғаны шын мәнінде бірақ мерейтой. Бұл біздің халқымыздың өткен тарихынан бүгінгі жеткен мерейтой. Сонда осыны жеткізіп отырған кім? Бұл біздің халқымыз, ата-бабаларымыз. Әл-Фарабиді Қыпшақ дейді ғой, Қыпшақ деген бәріміз ғой ол кезде, мемлекеттің аты. Сонда біздің осы түрік тектес мұсылмандықты қабылдаған халықтар Абу Наср әл-Фарабидің ойлау жүйесін бұзбай, әрине әртүрлі жағдайлар болды, әртүрлі бұған түсініктемелер болды, ол көп, әртүрлі пікір қайшылықтар бар, ондайлар көп. Бірақ негізінен осы ой Абайға жетіп, соны Абай түйіндеп, жүйелеп тұрып берді. Қазақ ойын саралап тұрып берді. Қазақ ойлауының жүйесін жасады Абай. Қазақ ойлауының жүйесін жасаған кезде Абай экологиялық қызмет атқарды. Біз экология дейміз ғой. Экологияда біздің адамдар кішкене теріс айтады. Мына бізді қоршаған орта экологияда. Мен оған қарсымын. Экология деген адам. Адамның түйсігі, сезімі, санасы, ойы. Сол дұрыс болу керек. Егер сол адамның ойы, түйсігі, сезімі дұрыс болса, экологияда дұрыс болады. Енді тазалық дегенде, мен сізге түсініктілмен айтайын. Абай айтады ғой, ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба,
құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. Сонда 5 дұшпаның білсеңіз дейді. Ол қандай дұшпандар? Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ. 5 дұшпаның. 5 асылыс: талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым. Міне, кодекс жизни. Тазалықтың, экологиялық тазалықтың міне формуласы. Ал нағыз абайтану тәуелсіздік кезінен басталды, сол әлі жалғасып келе жатыр. Енді Құдайға шүкір, сіздердің осы беріп отырған хабардарыңыз тоже абайтануға арналған. Біз 22-ші ғасырдың жастарына дұрыстап өткізуіміз керек. 22-ші ғасырдың жастары болады ғой, желдеп кеткен. Сол қазіргі 21-ші ғасырдың жастары, мына тәуелсіздіктің жастары. Солар осы 100 жылдық бағдарлама жасап, біз соны жасап жатырмыз. Анау 22-ші ғасырдың жастарына өткізу керек. Абай туралы дұрыс сөзді айтып өткізуіміз керек. Дұрыс сөзді. Сонда Абай өзінің орнында тұрады. Абай бұл мәңгілік. Мағжан айтады, әр сөздің дәмі дейді, 1000 жыл болса кетпейді дейді. Мағжан Жұмабаев. 1000 жыл болса кетпейді. 1000 жыл деген 10 ғасыр. 10 ғасыр бойы Абай кетпейді. Сон 10 ғасырдан кейін туған жастар, адамдар, олар өздері айтсын Абайдың кім екенін. Біздің мәселеміз сол 22-ші ғасырдың жастарына Абайды дұрыстап жеткізу. Хакім Абай, Данышпан Шәкәрім, Кемеңгер Мұхтар деп мен сол кітап жаздым. Қарап отырса, өзі бір сөйлем сияқты бұл. Шоу бірге. Абай бастауыш болса, Кемеңгер Мұхтар баяндауыш болса, Шәкәрім анықтап отырады. Шәкәрім көп нәрсені арғай көтеріп кеткен. Өйткені Шәкәрім неге көтеріп келеді? Шәкәрім алдында ұстаз Абай болды ғой. Абай болды ұстаз. Соқтан Шәкәрім көп мәселені тереңірек көтерген. Одан арғарай осының бәрін жинақтап алып, осының бәрі бұл Абай жолы деп роман жазып, сонда қазақтардың жүретін жолы Абай жолы деп анықтады. Абай жолына түсу үшін, мен сөзімді осылай аяқтайын деп отырмын. Абай жолына түсу үшін ең бірінші Абайға тану керек, Абайды түсіну керек. Абайды түсінген кезде сіз Абай жолына түсесіз. Ал Абайды түсінбей тұрып, Абай жолына түсе алмайсыз. Бәріміз сол Абай жолына түсейік. Рахмет.